Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен трюфельный пирог жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кірісейік. Трюфельный пирогқа бізге не қажет? Ыстық су, кофе, қазір екеуін араластыратын боламыз. 2 жұмыртқа, одан кейін сұйық май, өсімдік майы, разрыхлитель, любой разрыхлитель бола береді. Какао, Малайзия қолданамын, шекер және де ұн міндетті түрде ситадан өткізілген болуы керек. Қолдың миксері де бола береді обычный. Одан кейін міндетті түрде бесі қажет. Ал ендеше кірісейік. 2 жұмыртқаға шекер қосып 3-4 минуттай жақсылап араластырамыз. Барлығын граммен өлшеп алсаңыздар, өздеріңізге жақсы, лишний расход болмай, бірден жақсы шығады. Все, 3-4 минуттай жақсылап араластырамыз. Қол миксермен де болай береді. 2 жұмыртқамен мына шекерді жақсылап араластырып алдық. Осындай көпіршіктер іздес болады. Енді ыстық қайнаған суға кофені саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Сұйық май мен кофені қазір осы ыдысқа салып, бірден араластыратын боламыз. Кейбіреулер кефирді де қосып жатады. Кефир қосып көргем. Кефир қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да бәрі бір дәм болып шығады. Сондықтан мен кефирді қоспаймын. Міне. Кофені құйдым. Грамын өлшеп алғам қыздар алдын ала. Сұйық майды құйдым. Енді араластырамын осыларды. Кофе мен сұйық май қосқан соң, осындай сұйық қоспа болады. Енді осы ыдысты алып, басқа ыдысқа өлшемейміз. Тура осы ыдысқа алып, ұнды қосамыз. Ұн ситадан алдын ала өткізіп дайындап қойғанмын. Міне, ұн, какао және де разрыхлительді қосам. Какао негізі бупипай болсын, басқа болсын, міндетті түрде Малайзияны алсаңыздар жақсы, дәмі жақсы шығады. Разрыхлитель қостым. Енді какао. Және осыны жақсылап бір араластырып жүрем. Осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа алдын ала қыздырып аласыздар. Какаоны қосып болдым. Міне, құрғақ өнімдер. Енді 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Міне қараңыздар. Какао Малайзия қосқандықтан осындай қап-қара болып шығады. Көрдіңіздер ғой? Егер какао рахатский қосатын болсаңыздар, сіздерде бұндай қара болып шықпайды. Әрі кофе қосқан сонда осындай қап-қара идеальный болып шығады. Міне, енді алдын ала қыздырылған духовкаға, өздеріңіз қалаған формаға салай бересіздер. Алдын ала 180 градус қыздырып қойған табаға 35-40 минутқа салатын боламыз. Трюфельный пирогымыз дайын болды. Қараңыздар қалай көтеріліп шыққанын, тесіліп прям. Міне, шеткі жағын міндетті түрде былай кесіп аласыздар, ашпай жатып. Қазір осыны. Бетіне глазур жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Сіздер қазір көрсетейін. Міне. Беткі жағымен кішкене кесіп алып тастаймын. Содан кейін осы ыдысымызға әдемілеп салатын боламыз. Трюфельный пирогымыз дайын. Міне, жұмсақтығын мен сіздерге көрсетейін. Қараңыздар. Жұмсақ болып піседі. Міне. Қараңыздар, былай басқанның өзінде жұмсақ. Ешқандай пропитка, ешнәрсе қоспасақ та, өзі осындай жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, және комментарий қалдыруды ұмытпайық. Төбесіне глазур ретінде глазур жасап, бетіне посыпкалар сепсеңіздер де болады. Бірақ құр осылайын бергеннің өзі әдемі, ешқандай лишний нәрсесі жоқ. Әдемі болып, жегенге де удобно болады. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Отзывпен бөлісіңіздер.